Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік өнер мұражайында кешкі джаз деп аталатын кезекті музыкалық вернисаж ұйымдастырылды. Концерттің осы жолғы бағдарламасында талантты саксофоншы Ярослав Фридман, Сейд Адель, Эми Вайнхаус, Линкин Парк және тағы басқа әлемге әйгілі композицияларды тыңдарманға орындады. Ярослав Ағыш, Нидерланды және тағы басқа елдерде өткен халықаралық джаз фестивальдары мен байқаулардың қатысушысы. Тагир Зариповтың басқаруындағы Алматы джаз оркестрында көп жылдар бойы еңбек етіп келеді. Өткен жылдың сәуір айынан бастап Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайында музыкалық вернисаж атты жаңа жоба жүзеге асып келеді. Мұражай басшылығының қолдауымен атқарылып отырған игі шараның алға қойған мақсаты өнер иелеріне қол ұшын созып, оларға қолдау көрсету. Қайталанбас ерекше дарын айқын кәсіпқойлық пен саксофон үнінің жеңіл шығуы музыканттың бойындағы басты артықшылық. Бағдарлама барысында таңғажайып атмосфера тудыру музыканттың қолында. Атап өту керек, Ярославтың ойнау үлгісі композицияны терең сезінумен үйлесім тапқан. Музыкалық вернисаж көрерменді музыка өнерінің түрлі тарихи кезеңдеріне таныстыратын, әрі бейнелеу мен музыка өнерін біріктіретін тамаша жоба. Бұл жобаның негізгі мақсаты еліміздегі дарынды музыканттарды халыққа таныстыру.